Бәріне сәлем, дәмі тіл үйіретін пахлаваның рецептімен бөлісемін. Ең алдымен мұздатқыштан жаңа шыққан майымызды дәл осылай үгіткіштен өткізіп аламыз. Және де ұнымызға майымызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз, бір қалыпқа келтіреміз. Керек заттардың мөлшерлерін астына описание бөліміне қалдыратын боламын. Енді оның үстіне 3 жұмыртқаның сарысын қосамыз, қаймақ қосамыз, және де разрыхлитель қосамыз. Барлығын араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз дайын. Енді оны салафан пакетке салып, жарты сағатқа мұздатқышқа қоямыз. Начинкасын дайындайтын боламыз. Ыдысымызға құмшекер, алдын ала үгітіп дайындап қойған жаңғағымызды саламыз. Екеуін жақсылап араластырамыз. Екі жұмыртқаның ағын қосып, тағы да араластырамыз. Начинкамыз дайын. Енді қамырымызды 4 бөлікке бөліп, осылай барлығын жайып шығамыз. Алдын ала табамызды үстіне пергаментті бумаға төсеп, дайындап қоямыз. Қамырымызды осылай салып, начинкамызды жағып, қабаттап, начинкамызды жағып, қабаттап осылай дайындап аламыз. Және де жан-жағы жаман болып тұрған жерлерін кесіп алып тастасаңыздар болады. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Мінекей пахлавамыз дайын. Ас болсын, бар болғаны 20-25 минутта үйіңіздегілерді таң қалдырсаңыздар болады.